Автошкола өтеміз ка, достар. Үйініс. Жо, достар, 1000 теңге үшін принципе нормально шығып тұр дауысы. Қараңыздар. Майнкрафт құны. Қараңыздар, Майнкрафт, Лего Майнкрафт. Достар, маңдайды ойлаған жоқ. Барлығына сәлем, достар. Сіздермен бірге мен Нұрлан Қалам. Бүгін біз, достар, жалғастырамыз Теймудан распаковка жасауды. Бізде, достар, мына жақта товарлар дейтін жетіп жатыр. Алишер қазір барлығы маған бір-бірлеп жіберіп отыратын болады. Достар, қызықты видео, бүгін распаковка. Сіздерге ұнағанын білем, сол себепті сразу лайктарыңызды басып жүріңіздер. Кеттік ал. Достар, егерде сіздерде YouTube Теймудан неше түрлі қызықты заттарға заказ бергілерін келсе, онда тыңдаңыздар. Дәл қазір Тейму приложениесін жазып, менің промокодымды теретін болсаңыздар, сіздер $100 дейін купон аласыздар. Достар, шынымен менің көрермендеріме осындай керемет жеңілдіктер жүріп жатыр. Сол себепті экранда тұрған промокодты теріп, өздеріңізге ұнаған товарды алып кетіңіздер. Мына жолы қандай заттар бар ал, лақтыр ал. Тоқта. Достар, балдай бір нәрсе лақтыр жүрт, не мынау? Достар. Ал, что там, ашамыз па? Ішінде құрсын, мина емес пе құрсын, жарылып кетпей құрсын. Давай, ашамыз. И что там, неке? Тоқта. Реально мина ақсақ бітті. Құрсын, ал ашай қал. Так, не мынау, достар? Ну, бізде, походу, квадрокоптер ма? Достар, мынандай джойстигі бар екен. И мынандай квадрокоптер. Блин, ол қалай қосады екен мынаны? A few moments later. Джойстигіне батарейкасын салып жатырық. Салдық ал. О! Что там? Ал кет. Ой! Достар, мынандайды ойлаған жоқпын, квадрокоптер дейтін, мынау дейтін. Зверь ғой кәдімгі. Достар, қазір квадрокоптерді ұшырамыз, мен қорқып жатырмын ойғам. Достар, тоқтаңдар. Бұрыл. Достар, на квадрокоптерді үйде тексер алмаймыз. Давайте бетек келесі видеода, если что, на квадрокоптер далада ұшырамыз. Далада ұшырып, бәрін қорқытатын боламыз. Телефон бірден қойып қойып, мына жерге камерамен аспан түсіруге болады. Өзінің камерасы да бар сияқты. Достар, әдемі екен, но реально бұл эмоция беретін нәрсе. Блин, маған ұнап жатыр. Бұған мен 8 берем, нормально, 8, потому что көрініп тұр енді, достар, қатты ондай немес екені. Үлкен квадрокоптер емес, андай мықты квадрокоптер емес. Бірақ шустер екен, базар жоқ. Келесі давай. Так, келесі бізде... Так, что это? Ашамыз. Ойыншық сияқты ғой, да? Ашамыз, тағы ашамыз. Достар, білмеймін, бұған мен енді неше бал қоятын түсінбей тұрмын, шыны керек. Давайте, бұдан ойыншық, короче, просто бейт қойып қоясыздар. Бұл телевизор тұрады. Білмеймін, достар, 5 берем бұған. Кішкентай балаға берсеңіздер болады, ұнайтын шығар деген ойдамын. Принципіне қараңыздар, бәрі ашылады, кнопкалері де айналады, достар, қараңыздар. Білмеймін, просто по прикол қойып қойсаңыздар болады жалпы. Келесі товар ал, кеттік ал. Опа, вот это что-то мощный нәрсе сияқты ғой, достар. Бағасы, достар, 5000, 6000 деп айтады Алиш. Қазір көреміз ал. Базар жоқ, достар, қараңыздар. Мына грильді де, достар, келесі видеода тексерсек болады. Қазір, потому что бізде үйде ет жоқ, достарынан көрсететін. Достар, короче, гриль. Не айтатынымды білмеймін, бұған неше бал қоятынымды. Бұлай енді біз еште пісіріп көрген жоқпыз қой енді. Әзірше, білесіз, 9, достар. Гриль керек нәрсе ғой бұл дейтін. Смело. Ет пісірсеңіздер болады бұнда. Келесі. Опа, не тағы да. Что это? О! Эй! Достар, бізді... Өссін. Жай ма? Мен вилсакомын, достар береді. Келесі товар бізде, походу, зубный щетка сияқты ғой, да, электронный. Көрейікші ал. Надайтын, достар. Әдемі, достар, электронный. Жуып көру керек, достар, мен тексермен. Артында Type-C бар екен. Әдемі, да? Дизайны күшті. Қараңыздар, қаншама басы бар. Давай кәмет шуып көрейін, достар, кәсіздерге айтамыз. Максимумға қойдым, достар, көрейік ал.
Достар, щетканы тексеріп қайттым. Жалпы прикольный нәрсе. Кішкене маған непривычно болды, мындаймен жуу. Бірақ я андай достар, дополнительно өзі андай бүйтіп не істейді екен. Қалай қарайсыздар вообще, достар, осындай электронный щеткалерге білмеймін, жетіп алып беремін. Но әдемі, дизайны бірақ мықты екен. Дизайн мықты. Басын бүйтіп шығарып аласыздар да, ауыстыра саласыздар, болды. Келесі товар ал, давай. Жайлап, ауырым. Достар, келесі товар бізде. Ну не, сумка ма? Рюкзак па ну? Мынау простой рюкзак емес, достар. Мынау дейді андай камера бірден салатын рюкзак дейді. Как раз, достар, мен айтып жүредім осы Аличке. Андай мен камерам тасып жүремін ғой постоянно. И камерам тасыған кезде мен объектив тасимын ғой. Объектив тасығанда ор жетпей қалады всегда. И как раз вот енді яғни объективті қоятын сумка жоқ. Уайымдайсың, достар. Объектив дейтін хрупкий нәрсе да, мына камераның объективі. Соған арнайы мынандай сумка заказ беріпті ғой, Алиш. Базар жоқ. Қараңыздар. Мына жерлер, мына қараңыздар. Мында неше түрлі пространстволар бар. Осы жерге анда бірақ объективті қойсам болады. Тек қана объектив емес, шнур, банағы проводтар. Короче, жалпы даже киімді де сейістіруға болады жалпы. Жоқ, прикольный нәрсе негізі. Әдемі. Достар, міне менде мындай объектив бар. 30 мм Sony'дің. И осыны аласыздар да, просто мына жерге бүйтіп салып қоясыздар ғой өстіп. И уайымдамайсың да, объектив сынып қалады деп. Өйткені жан-жағында несі бар, подушкасы бар. Ол соқтығыспайды да бана заттармен. Класс, достар. Керек нәрсе. Бұған мен 8 балл беремін. Келесі товар. Опа, ну не тағы да. Свет. Так, свет та сонда но просто. Қараңыздар, достар, свет. Кішкентай свет, достар, қалтаңызға бүйтіп алып жүрсеңіздер болады, фонарик қой типа. Телефонның басына ілдіріп қоясың, өзінің мына жерде несі бар, прищепкасы бар. Прищепкасымен іліп қойсаң, телефонды жақсы түсіреді. Басқа түсі де бар екен, қараңыздар. Сары, ақ, достар. Теплый, холодный ғой. Жақсы, келесі сат ал, давай. Опа, бұл дейтін бізде headphones. Мынау достар, біз достар, естеңіздер ме, алдыңғы видеода мен дәл осындай наушникті алған болатынмын. Но соның басқа түрі тағы да. Достар, наушникпен музыка тыңдап көрейік. Әдемі. Наушниктер туралы, достар, көп іше айта алмаймын. В общем, достар, наушниктер өз ақшасынан точно тұрады. Әдемі. Короче, достар, 8 берем, достар. Нормально. Звугі енді прям топ емес, AirPods емес сіздерге. Но, в принципе, былай компьютер алдында отыруға барады. Давай, келесі. Машина. Достар, келесі бізде походу машина сияқты ғой. Міне, достар, мынандай пульт управлениедағы машина. Достар, машинаға біз дейтін достар 9-дан 10 береміз. Қараңыздар. Ограждение сауғат. Давай, автошкола өтеміз қа, достар. Управлениесі үйреніп алсам, достар, болды. Кеттім ғой мен. Тоқта. Үйініз. Жа, достар, 9-дан 10 емес, 8-ден 10. Негізі машина кішкене үлкендеу болғанда, вообще кайф болушы еді. Анда кішкентай машина да, просто весі жоқ ешқандай. Үлкен машина болса, вообще кайф болушы еді, достар. Так что, жоқ, 8-ден 10 берем жалпы. Достар, келесі бізде петличка. Өте керемет. Опа. Ыңғайлы екен, прищепкасы бар. Мынаның прищепкасы жоқ. Магнитпен тұрады тек, мынада прищепкасы бар екен. Достар, қазір өзімнің айфоныма салып, звугын тексеріп көретін боламыз. Кеттік ал. Йоу. Міне, осылай расстояниеде қалай шығады дауыс? Жоқ, достар, 1000 теңге үшін, в принципе, нормально шығып тұр дауысы. Жақсы шығып тұр даже, достар. Достар, бұл петличканы Алишерге подарить етеміз. Жалпы жарты заттардың барлығын Алишке подарить етеміз. Бұнда. Мә, Алиш, ал, қолдан ал. Ох! Достар, келесі товар не мынау? Шығарайық. Достар, бұл имба нәрсе. Бұл не ғой, достар? Зарядтайтын ғой, қараңдар. Қаншама USB бар мында. Қаншама USB бар. Қаншама PD бар. Хап қой да. USB хап қой, достар. Өте керемет, достар. Мынандайларды всегда алдыңыздар. Бұлар всегда имбовый нәрселер. Достар, в принципе, бұл дейтін андай оценка беретін нәрсе емес бұл. Бұл просто керек нәрсе реально. Егер де сіздер компьютер алдында көп отыратын болсаңыздар, жалпы сіздер техникаға ұнататын болсаңыздар, сіздерге обязательно USB хаб керек болады. Короче, достар, зато Type-C бар. Короче, нормально, достар. 7 берейік, да ладно, окей. Пайдалы нәрсе жалпы. Аще негіз, достар, бүгінгі алып жатқан товарларының барлығының бағасы білесіздер ме? 1000 теңге, 2000 теңге. Сондай ғой, достар, барлығының бағасы. Давай, Гани, келесі.
Мен достар беруге бола ма? Вилсаком сияқты. Мен достар Вилсаком ма кім мен? Ебать, ауыртады ғой дауы. Так, достар, мына Алишер дейтін тұрған атморозок бұған вообще неге сеніп отырмын мен мынаға? Заебал. Достар, короче, бұл товар имба реально. Бұл керек деп ойлаймын. Бұған неше қоямыз? 8 берем достар бұған. Кішкене үлкенірек болғанда ғой, тамақ әйтпесе мына сыймайды ғой достар. Біздің қазақтар мынандай жейма достар, мынандай кішкентай порция жейма. Біздер мынандай жақсы көреміз, мынандай үлкен болу керек те кішкене. Міне қараңыздар достар, ішіне бірден салып қойдым. Міне өйстіп бір нәрселер салып қойсаңыздар болады, мындай мелкий нәрселер болады ғой, мына компьютердің алдында тұрады ғой, всякие флешка, всякие мындай батарея болсын. Соның бәрін ішіне салып қоясыздар да, просто өйстіп компьютердің жағына қойып қоясыздар, болды. Келесі товар достар. Құрсын. Ох, достар, келесі товар бізде не мынау? Бұл бізде достар свет. Достар, блогерге әрқашанда свет дейтін артық болмайды. Ал достар, міне осындай пока штатив негізі тағы созылады, бірақ біз осындай кішкентай қылдырып қойдық. В принципе, түсінікті болсын деп. Ал светін жайық. Вау. Что, реально прикольно, достар. Светі что-то приятный какой-то. О, міне достар, тағы бір свет пайда болды бізде. Командаға қош келдің. Барлық светтерді көрсетші, Алиш. Міне, бір свет, екі свет. Міне енді, үшінші свет. Светтер көп болсын достар. Достар, бұған біз, в принципе, 9-дан 10 достар. Минустар жоқ, ешқандай минус көріп тұрған жоқпын. Дыш бауырым, дыш бауырым. Келесі товар бізде не мұнау? Лего. Йо, қараңыздар. Майнкрафт құны. Қараңыздар, Майнкрафт, Лего Майнкрафт. Міне қараңыздар. Қарады, крипер. Крипер бірдеңелер. Міне құрастырамыз достар. Достар, міне осындай бізде Алиэкспа кімнің. Вообще осындай бір персонаж шықты бізде. Түрлі персонаждар соның бәрін өздерін құрастырасыздар. Жалпы прикольный нәрсе достар. Братишкілерің болса, в принципе, алып берсеңіздер болады, мен қуанады деп ойлаймын. Так что мен бұл нәрсеге 8 балл беремін, нормально, в принципе. Жақсы нәрсе негіз. Әдемі. Ал келесі сат не Алиш, көрсет ал. Весы не үшін керек маған? Итак арықпын мен. Весы туралы не айту қоғады? Весы дейтін весы достар. Керек нәрсе достар. 8-ден 10. Келесі товар, что там? Қоясың ба? Келесі товар сонда не ма? Достар, келесі товар бізде... Келесі товарлар бізде Теймудан келген заттар. Бұлар шаш қиятын и триммерлар да. Не үшін алдым? Тұрмайме! Достар, келесі Алишердің заказ бергені Теймудан. Бұл не болып тұр ғой сонда? Получается, триммерлар болып тұр. Но қателеспесем сақалға арналған. Сақалға бүйтіп қырынуға. Не айтайын, достар, триммер туралы көп айтпақ қойын да, достар. Керек нәрсе, короче, 8-ден 10 беремін. Келесі, давай. Так, достар, келесі бізде hard drive, короче, hard диск. Бұл дейтін жесткий диск. Жесткий диск дейтін достар всегда имба. Анан дизайны күшті екен. Қараңдаршы, 4 пұшт болсты. Біздерде андай видеолардың памяттері көп болады да, арасында бір 10 гигабайт, 20 гигабайт, 30, 40, 50. И сол кезде андай компьютерде оның бәрін сақтау қиын да. И сол кезде hard drive обязательно керек болады. Так что бұған мен достар 9-дан 10 беремін. Нормально. Жесткий диск всегда керек достар. Next. Жайлап, бро. Біләп. Жайлап, достар. Не тағы да? Что за пакеттар? Достар, вакуумный пакет дейді келесі бізде. Короче, вакуумный пакет. Ет саласың ішіне. Сосын қаденке салып қоясың да? Давайте бұған баллық бермей қойық онда. Бұл. Ладно, 8 берем, окей. Все. Достар, видеоның басында айтқанымдай, менің промокодымды теруге ұмытпаңыздар, өйткені осы промокодты теретін болсаңыздар, сіздерге керемет жеңілдіктер беріледі. Барлығына сәттілік. Оказывается, товарлар бітіпті. Мен ойлаймын, тағы бар шығар деп. Не айтамын енді? Бүгінгі товарлар маған ұнады. Достар, екінші частьта товарлар қызығырақ болған сияқты мен ойымша. Енді достар, алдағы уақытта бүйте аламыз. Егер де сіздерге осы екі видео ұнаса, каналда шыққан, жазыңдаршы комментарий, реально обсуждать дейік. Осы екі видео ұнаса, Теймудан мен тағы да үшінші видеоны түсіре аламын. И үшінші видеода достар біз бана квадрокоптерді аспанға ұшырамыз, қалада жүріп, и одан кейін грильді де тексереміз достар. Грильді тексеріп, банағы тамақ пісіріп грильмен
миксерді де қолданамыз. Вообще Темудағы топ заттармен бөлісемін, реально стоящий заттармен. Мана мелочьтармен емес, вот стоящий заттармен бөлісуге болады сіздермен. Так что достар, осымен ондай видео бітті. Видео ұнаса лайк басып жүріңіздер. Жалпы маған ұнайды достар осындай лайфстайл видеолар. Темуға да үлкен рахмет. Все, давайте достар, сіздермен бірге мен Нұрлан Қалам. Келесі видеоларда көрісеміз. Давайте достар. Все, сау болыңыздар.